Қайырлы күн, бүгінгі сабақта біз функциялармен танысатын боламыз, иә. Біз алдымен осы функцияларға бірден үңілмес бұрын қарапайым бір мысалды қарастырайық. Факториалды есептеуге арналған, иә. Біз цикл for тақырыбында есептер арасында осы факториалды есептеуге арналған алгоритм жазған болатынбыз, иә. Ол қалай еді? Бірінші f тең 1 деп осы факториал көбейтінділерді жинауға арналған айнымалыны ашамыз. Одан кейін цикл арқылы for I in range дейміз да, и осы аралықтың ішінде бірден бастап, мысалға 4-ке дейін деп аралық көрсетеміз. Бұл жерде бірден бастап 4-ке дейін бізде 1, 2, 3 деген сандар қамтылады. Сол сандардың бәрін біз f-ке қайта-қайта көбейтіп отыратын болсақ, i-ды. Онда бізде соңында результатымыз f-ті шығарған кезде дәл осы 1-ден 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, яғни 3 факториалды бізге шығарып береді, дұрыс па? Запуск басайын, 6 дейді. 1, 2, 3, үшеуін көбейтсек 6 болады, иә. Және сосын бізге мысалға, допустим, тағы да осындай келесі бір санның факториалы керек. Мысалға for I in range 1-ден бастап 6-ға дейін дейік. Бұл жерде 1-ден бастап 6-ға дейін, 1-ден 5-ке дейінгі санды қосалғанда кіреді. Сонда 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі f-ке қайта-қайта жиналатын болса көбейту арқылы, сонда 5-тің факториалы шығады бізде. Енді print f деп жазатын болсам, запустить басқан кезде, мына жерде 1 емес, i деп жазу керек едім. Запустить басқан кезде бізде шығып жатқан 6 деген алғашындағы цикл for 1-ден 4-ке дейін 3 факториалды берді. Одан кейін 1-ден 5-ке дейін, 1-ден 6-ға дейін 5-пен тоқтайды, сонда 5 факториал берді, иә. Яғни бізде 120 деген сол 5 факториалдың нәтижесі болып тұр. Енді біздегі осы 4 қатардан тұратын 2 алгоритміміз 3-тің және 5-тің факториалын табуға мүмкіндік береді, иә. Енді елестетіп көрейік, біздің бір қандайда бір проектімізде, бір үлкен кодымызда, ойында осы факториалды есептеуге арналған бір кодтың бөлігі алгоритмі керек болады дейік. Және біз сол жерде цикл for арқылы жазылған бір кодты бір жерде мысалға 10-ның факториалы керек, бір жерде 20-нікі керек, бір жерде 7-нікі керек, әр кезде әртүрлі. Әр жерге осы кодты қайта-қайта қойып, мына range-тің ішіндегі 1-ден 6-ға дейінгі деген жерді ауыстырып қана қоятын болсақ, ол да былайша айтқанда шешім ретінде дұрыс болады, бірақ қандай кемшілігі бар? То есть біздің кодымыз үлкейіп кетеді по объему. То есть кодтардың жазылуы өте көп болып кетеді, үлкен болып кетеді. Сол үшін осындай тұста бір қайталанатын, қайта-қайта қолдануға бізге жүгінуге тура келетін бір кодтың бір бөлігін біз функцияға сақтап қойсақ болады.